Сәлем достар, мен Төребек Айкынмын. Мен негізгі мақсатым сабағымды жақсы оқып, тәрбиелі, ақылды, азаматша болып өсу. Балалар, мен сендерге қауіпсіздік орта ережелерін айтатын боламын. Біз бәріміз заманауи және күрделі өмірде өмір сүріп жатырмыз. Өкінішке орай айналамызда қалып көп, сондықтан да өзімізді, мекен жайымызды, ата-анамыздың ұялы телефондарын және шұғыл қызметтердің телефондарын жазып және жаттап алыңыздар. Жүріп бара жатқан көлік алдынан кесіп өтпеу керек. Жолдың көлік жүретін бөлігінде ойнауға болмайды. Егер жаяу жүргінші жүретін жол жоқ болса, онда көлік қозғалысына қарама-қарсы жолдың оң жағымен жүру керек. Жаяу жүргінші жолағынан өтер кезде адам алдымен сол жаққа және оң жаққа қарап өту керек. Бағдаршам қызыл түсі жанғанда тоқта, сары түсі жанғанда кідіріс жаса, жасыл түсі жанғанда жүре бер. Танымайтын адамнан сыйлық алуға, танымайтын адамның шақырған жерге баруға болмайды. Және біреуі артына қуалса, адам көп жүретін жерге қашу қажет. Балалар ата-аналарына үнемі қайда жүргенін, қайда және кіммен баратынын, үйге нешеде келетінін ескертіп отырған дұрыс. Лифтіге қауіпті адамның кіргенін аңғарсаңыз, бірден бірнеше қабатты түймелерін басып тастаңыз. Есіктің жиі ашылғаны сіздің пайдаңызға асады.